Алматы қаласы Алатау ауданы номері 152 мектеп гимназиясының 4 сынып оқушысы Олжабек Еркенат. Абай атамыздың 9-шы қара сөзі. Осы мен өзім қазақпын. Қазақты жақсы көрем бе, әлде жек көрем бе? Егер жақсы көрсем, қылықтарын қостасам керек еді. Вә әлмеш бойларынан адам жақсы көрелік, көңілге тиянақ қыларлық бір нәрсе тапсам керек еді. Соны не үміт үзбестікке, не онысы болмаса мұнысы бар ғой деп көңілге қуат қылуға жаратсам керек еді. Ондайым жоқ. Егер жек көрсем, сөйлеспесем, мәжілестес, сырлас, кеңестес болмауым керек еді. Ол мүмкін болмаса, бұлардың ортасынан да көшіп кету керек еді. Бұларды жөндеймін деуге жөнделер, үйренер деген үмітім де жоқ. Бұл қалай? Бұл айтқанының бірін тұттай болмас еді. Мен өзім тірі болсам да анық тірі емеспін. Әншейін осылардың ызасынан ба? Өзіме өзім ыза болғанымнан ба? Яки бөтен бір себептен бе? Еш білмеймін. Сыртым сау болса да, ішім өліп қалыпты. Ызалансам ашулана алмаймын, күлсем қуана алмаймын. Сөйлеген сөзім өз сөзім емес, күлгенім өз күлкім емес. Бәрі әлдекімдікі. Қайратты кезімде қазақты қиып, бөтен жаққа кеткендіге өзін жақсы көріп, үміт етіп жүріппін. Тегінде ойлаймын, бұл да жақсы. Өлер кезде, әттеген-ай, сондай қызықтарым қалды-ау демей алдыңғы жақты ойлаймын.